Балалар, сабағымыздың тақырыбын болжау үшін мен сендерге жұмбақ жасырайын. Жылт-жылт етеді, жылғалардан өтеді. Бұл не, балалар? Су! Жарайсыңдар, балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы судың пайдасы. Сабақтың мақсаты: қарапайым сөйлеу үлгілерін пайдалана отырып, судың тіршілік көзі екендігін түсіндіру. Ал балалар, олай болса мен сендерге су туралы қысқаша ақпарат бере кетейін. Су тіршілік көзі. Жер бетінің 70%-ын су алып жатыр. Бірақ оның тек 3% ғана ішуге жарамды. 2% су мұздықтарда сақталған, ал 1% суды ғаламшар пайдаланады. Сондықтан жер бетінде адам саны көбейген сайын судың тапшылығы байқалады екен. Судың адам денсаулығына пайдасы өте зор. Жапондық психолог ғалымдар судағы таза энергия көптеген ауруларға ем деп айтады. Мысалы, су дене температурасын тұрақтандырады, ағзаға қажетті азық пен оттегіні бөлінуін қамтамасыз етеді, ұйқыны реттейді, көздің көруін жақсартады, иммунитетімізді көтереді. Бүйрек және бауырдағы қалдық заттарды алып, оның орнына ағзаға дәрумендер мен минералдардың бөлінуін қамтамасыз етеді екен. Сонымен қатар су мидың жақсы жұмыс жасауын реттейді. Ішіп жүрген суымыз денедегі жарақаттарды емдейді, оны қорғап ылғалдандырады. Ересек адамның денесінде 40-50 литр су болады екен. Қанның 83%, бұлшық еттердің 75%, мидың 70%, сүйектердің 22% судан құралған. Ал адам организміне 20% су жетіспесе, онда адамның өміріне қауіп төнеді екен. Әлемде ащы су көп, ал тұщы су аз болып табылады. Біз тұтынатын су ол тұщы су. Суды біз үнемдеп жақсылап пайдалану керекпіз. Себебі тамшыдан су құралады. Судың да сұрауы бар деп бекер айтпаған. Судың пайдасы тиюі үшін біз оны дұрыс пайдалануымыз керек. Мысалы, бір дегенде 300 мл-дан артық су ішпеу керек. Тамақ ішер алдында 30 минут бұрын, тамақтан кейін 1 сағаттан соң суды ішкен жөн. Сонымен қатар күнде таңертең қайнатылмаған жылы су ішкен абзал. Ересек адамдар күніне 2-3 литр су ішкені дұрыс. Ал балалар 1-1,5 литр су ішсе жеткілікті. Сонымен қатар суды отырып ішкен жөн. Түсінікті ма, балалар? Жақсы, балалар. Олай болса, сендердің түсінгендеріңді пысықтау үшін мен 2 топқа диаграмма таратайын. Бірінші топ: судың пайдасы қандай, ал екінші топ: суды қалай үнемдеуге болады деген сұрақтарға жауап берсін. Көмектесеміз қалғанымыз. Екінші топ: көмектесеміз.
Жақсы балалар болса, орныңызға отырайық барлығымыз. Отырайық. Жақсы, бірінші топ аяқтадық па? Кім шығады? Шығады қалмаса. Алғанымыз қараймыз, бірінші топтың жауабын тыңдайық. Жақсы балалар. Судың пайдасы қандай? Susuz ömür yok. Su ağzını tazalayır. Su immuniteti güçlüdür. Su köptüğün ağrılara yem. Жақсы. Екінші топтан кім шығады? Шыға отырсын. Suda қалай үнемдеуге болады? Суды босқа ағызбау керек. Суды ластамау керек. Жеміс-жидекті арнайы ыдысқа жуу керек. Жеміс-жидекті арнайы ыдысқа жуу керек дейді досым. Жақсы досым, отыра қой. Жақсы балалар, екі топқа жақсы жауап берді. Олай болса, екінші топ, бірінші топқа қандай баға қоямыз? Өте жақсы. Бірінші топ